Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін құлпынай қосылған құймақты торт дайындаймыз. Каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Алдымен 150 грамм құлпынайды блендердің көмегімен еземіз. Содан соң 3 жұмыртқа, 150 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне 200 грамм ұн және де 500 мл сүт құйып, блендердің көмегімен араластырамыз. Массамыз қою қаймақтың консистенциясындай болуы қажет. Құймағымыз қою қызыл түсті болу үшін бояғыш пайдалансаңыз болады. Енді үстіне 50 мг иіссіз сұйық май құямыз. Дайын массамызды қызып тұрған табаға құйып, екі жағынан дайын болғанша пісіреміз. Кремін дайындау үшін 200 мл 33% қою қаймақ пен 200 грамм қант ұнтағын миксердің жылдамдығын жоғарылата отырып, қоюланғанша араластырамыз. Қалған құлпынайды ұзынша етіп, жұқалап кесеміз. Енді тортты жинауға кірісеміз. Ол үшін диаметрі 20 см болатын сақинаны аламыз. Содан соң видеодағыдай 4 құймақты бірінің үстіне бірін жайып шығамыз. Содан соң ортасынан бір құймақты алып, кремін жағамыз. Келесі құймаққа ортасына молынан кремді жағып, содан соң үстіне туралған құлпынайларымызды салып, құймағымызды ораймыз. Енді торттың ортасына оралған құймағымызды дөңгелек етіп саламыз. Және де осылай бірнеше рет қайталап шығамыз. Торттың ортасын оратылған құймақпен бітеген соң үстіне крем жағып, тағы да солай қайталаймыз. Екінші қабатын жасаған кезде ортасына 2 құймақ салып, содан кейін оралған құймақтарды саламыз. Осылайша әрекетімізді құймақ біткенше қайталаймыз. Мен кремді тек қаймақпен жасадым. Сіздер маскарпоне ірімшігін қоссаңыздар болады. Қалған кремді құймақтың үстіне жағып, видеодағыдай бетіндегі құймақпен тортымызды жабамыз. Содан соң үстіне кез келген жеміс-жидекпен әрлесеңіз болады. Мен құлпынайды ұсақ етіп кесіп, видеодағыдай әрледім. Осымен біздің құлпынай қосылған құймақты тортымыз дайын. Торт өте жұмсақ, әрі кремі ауызда еритін болады. Сіздер де үй жағдайында осындай торт жасап, комментарийға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.